Қазіргі таңда қалалық мәслихаттың коммуналдық шаруашылық жолаушылар тасымалдау мен құрылыс бойынша тұрақты комиссия жұмыс жасайды. Қарашаның 2 күні осы топтың мүшелері қалалық мәслихаттың депутаттары Оқжетпес-Т мекемесіне оның жұмысымен танысу мақсатында барды. На сегодняшний день коммунальное хозяйство города ширится. Мы видим Әрине, қазіргі күнде қаламыздың коммуналдық саласы дамып келеді. Жаңа нысандар салынуда, көптеген сауда үйлері, балабақшалар қатарға қосылуда. Мұның барлығына сапалы қызметтер көрсетілуі тиіс. Оларды жылумен, сумен, жарықпен қамтамасыз ету керек. Осы үшін Оқжетпес-Т мекемесі коммуналдық тарифтерді көтеруді ұсынып отыр. Олар өз қуатын күшейтуі керек. Қазан айының соңында Оқжетпес-Т мекемесінің 2018 жылға коммуналдық төлемдердің бағасын көтеру туралы жобасын талқылауға арналған қоғамдық тыңдау өтті. Мекеменің бас директоры Сергей Пугачевтің мәліметінше, шығынның көлемі 1,5 миллиард теңгеден асып кеткен. Келер жылға мекеме жылуды тасымалдау мен бөлудің ақысын 1020 теңгеден 1697 теңгеге, электрмен қамтамасыз етуді 1121 теңгеден 1135 теңгеге, сумен қамтуды 76 теңгеден 200 теңгеге көтеруді жоспарлап отыр. Я как житель города, да, как потребитель данной услуги, мы смотрим с двух сторон. Первое – это Мен осы қаланың тұрғыны, коммуналдық қызметті пайдаланушы ретінде тарифтерді көтеруге екі жақты қараймын. Біріншіден, коммуналдық мекеме өз қызметін көрсетіп сату үшін. Екіншіден, Оқжетпес-Т мекемесі 100% мемлекетке қарасты. Соған орай қалалық мәслихаттың депутаттары біз мекемені жаңғыртуға мемлекет тарапынан қай жағынан да көмек бере аламыз, сол жағын қарастырудамыз. Қазір Оқжетпес-Т мекемесі ұсынған коммуналдық тарифтерді көтеру толық қабылданғанымен қандай да бір бағаны көтеру болады. Алайда Оқжетпес-Т мекемесі ұсынған көлемде емес. Осы күні қалалық мәслихаттың депутаттары бірнеше коммуналдық нысандарды аралап шықты. Оның ішінде жылу станциясында да бар. Мекеменің мамандары депутаттарға жұмыстарының жайы мен жабдықтар туралы және өз қиындықтары жайлы әңгімеледі. Мы все понимаем, что данное предприятие... Бізге белгілі Оқжетпес-Т мекемесі жас оған 2 жыл ғана болды. Оған ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының берген жылу желілерінің барлығы ескірген, кеңейтуді қажет етеді. Сондықтан да біз қандай да бір қаржы салынбай, сапалы қызметтің немесе жөндеу жұмыстардың жүргізілмейтіндігін түсінуге тиіспіз. Біз Оқжетпес-Т мекемесінің қоғамдық тыңдауға ұсынып отырған жобасының бір бөлігін болса да қолдауға тиіспіз деп санаймын. Қазір күнде Оқжетпес-Т мекемесінің коммуналдық тарифті көтеру жайлы жобасын Қарағанды облыстық монополияға қарасты комитеттің мамандары қарауында жатыр. Депутаттар аталмыш жобаның біртіндеп қабылданатынына сенімді.